Сәлем достар, бүгін Whoopie Pie тортын пісіреміз. Ол үшін 160 грамм қара Қазақстан шоколадын аламыз. 80 грамм сары май оған қосамыз да. Микро толқын пешіне немесе будың үстіне қоямыз. 160 грамм қантқа 5 жұмыртқаны шағамыз да. Қатты, төзімді көбікке дейін миксермен былғаймыз. Міне достар, шоколадымыз бен майымыз еріп дайын болды. Мінекей көбігіміз қатайды. Енді сол көбікке жаңағы ертілген шоколадымыз бен майымызды қосамыз да әбден былғаймыз. Екі 200 грамм ұнға 20 грамм қопсытқышпен 20 грамм какао қосамыз. Осы үшеуін електен өткізіп, жаңа жұмыртқамыз бен шоколадымызға қосамыз. Енді осының бәрін ас пісіруге арналған қалақпен әбден былғаймыз. Бізде осындай міне қамыр болып шығады. Осы қамырды 4-ке бөліп 4 бисквит пісіріп аламыз. Егерде сізде бисквит пісіруге арналған формаңыз болмаса, ондаша әшентик ас парағына пергамент қағазын төсейсіз да дөңгелетіп қамырды құясыз бір 3-4 қасықтың көлеміндей. Пешіміздің қызулығын 180 градусқа дейін апарамыз. Алдын ала қыздырып, соған әр коржикті 7-8 минуттан пісіріп аламыз. Мінекей достар, бисквиттеріміз піскенше біздер торттың бетіне құятын глазурь мен кремді дайындай береміз. Глазурь жасау үшін 100 грамм Қазақстан деген шоколадтан аламыз да, оған 80 грамм кілегей қосамыз, 33%.
Микротолқынды пештің ішіне немесе будың үстіне қойып ертеміз. Былғауды бірақ ұмытпаймыз. Торттың кремін жасау үшін бізге 550 грамм творожный сыр қажет. Креметті болсын, хохланд болсын келе береді. Менде бүгін хохланд деген творожный сыр. Екі 250 грамм сливочный сыр маскарпоне қосамыз. Екі 250 грамм қанттың ұнтағын, сахарная пудра. Сосын 400 грамм клейгей қосамыз, 33%. Осының барлығын миксермен әбден қоюланғанша былғаймыз. Мінекей достар, креміміз дайын болды. Енді кремімізді аспаздыққа арналған сөмкемізге саламыз. Енді тортымызды жинақтауға кірісеміз. Ол үшін тортқа арналған тірекке сәл ғана крем тамызып жібереміз. Мен бірақта бүгін бірден контейнерге жинақтап жатырмын. Клиент асып тұрғасын. Аспаздық сөмкімізге жұлдызша қосымшаны тіркеймізді. Осындай міне креммен шетін әрлендіреміз. Әр көржіктің ортасын сосын креммен толтыра қоямыз. Әр бисквиттің ортасын осылай креммен толтырамыз да тортымызды жинақтаймыз. Бүкіл коржықтарды бір-бірінің үстіне осылай креммен жабыстырып қоямыз. Жиналған тортымыздың үстіне жаңа етілген шоколадымыз бен клейгейімізді құямыз. Глазурь деп айтылады ол. Шетіне дейін әбден жақсылап апарып жағамыз. Сәл ғана аққан тәрізді болып әдеміленіп тұрсын. Тортымыздың бетіндегі глазурьді қатыру үшін 15-20 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Мінекей тортымыз суды, енді бетін креммен әрілендіреміз. Өз қалауыңыз бойынша торттың бетіне сүгірет саласыз ба, әлде қалаған жазуыңызды жазасыз ба? Бізде бүгін туған күнге арналған торт болғасын, заказчиктің сұрауы бойынша осындай жазу жазып бердік.